Осы шеттен бастап арғы шетке дейінгі осы стенаны Тадж-Махалдың шиырмасы деп атайды. Әдейі Тадж-Махал сразу көрінбес үшін осылай әдейі салдырған екен осыны. Бұрын шах осы жақта ең бірінші осы жерде адамдарды қарсылаған екен. Содан соң ғана ішке кіргізген екен. Шах және оның уәзірлері барлығы осы жерге шығып, осы жерден қарсылап алып, содан соң ғана осы есіктен ішке қарай кіргізген екен. Мына сәулет Моңғол империясынан бері бар нәрсе. Онтан Самарқандта, Бұхарада осыған ұқсас ғимараттарды көрген болатын, соған ұқсас. Себебі сол Моңғол дәуірінен және арабтар дәуірінен қалған екен. Мына арабша жазулардың барлығы сол кезден бері қалған, және бұны реставрация жасап, жылда жаңартып отырады екен. Осындай қызғылт күлгін светке күннің көзі жеп саған сайын кері жаңартып отырады екен. Тадж-Махалға кірердің алдында осы жерде бір шолу өткеніңіз дұрыс болады.